еріксіз қарап, көзім тоймай. Сенімен жүздестірген тағдырыма ризамын. Сондықтан сені өзіме жар еткім келеді. Сенімен қол ұстасып, мәңгі бірге өмір сүрсем деймін. Тым асыра мақтап жібердіңіз, Наурыз жігіт. Алайда сіздің жылы сөздеріңіз мені де шаттандырып жібергендей, жаныма шексіз қуаныш сыйлағандай күйдемін. Несін жасырайын? Қыздың жолы жіңішке деп дана халқымыз бекер айтпаған. Мен әсем табиғаттың аялы алақанында аялап өсірген ерке қызы болсам да, өз еркім өзімде емес. Естуімше, қабағынан қар жауған қысатты үлкен ағаң, көзден суық жел соққан көзесімді кішағың бар екен. Ешбір жан олардың алдына келуге бата алмай, саған тек сыртыңнан үздіге қараудан басқа амалдары жоқ көрінеді. Бірақ мен бәрін біле тұра осында келдім. Себебі... Бұл қайсың? Ауылыма баса өктеп кіретін сен кім едің? Қарындасымен сөйлесуге қалайда айтың барды? Тірі тұрғанда кет бұл жерден. Аға! Қалқам, бұл жерден кетейік. Жүре ғой, Ботақаным, жүре ғой. Жанымды жадыратар жас жеңешеу. Тым болмаса сен бұлай жасамашы маған. Қарындасым, саған не болды? Неге мұнша мұңаясың? Біз деген құрметті, атақты, текте емес. Ал мұнау қарапайым жігіт саған лайық